Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлзат. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге тещин язык, яғни тіске басар салат ретінде дастарханға қойылатын ас түрін жасап көрсететін боламын. Ол үшін бізге кабачки, баклажан, майонез, қызанақ, жұмыртқа және де сарымсақ қажет болады. Ең алдымен көкөністеріміздің бәрін жуып тазартып алған соң, салатымызды дайындауға кірісеміз. Бірінші кезекте жуылған баклажанымызды видеодағыдай орташа көлемде қатты қалың немесе жұқа етпей, видеодағыдай біркелкі етіп турап шығу қажет болады. Турап алған баклажандарымызды осындай құрғақ бос ыдысқа салып, үстінен тұз себетін боламыз. Тұзды көп себудің қажеті жоқ, шамалы мөлшерде сепсеңіздер жеткілікті. Баклажандарымыздың бәрін турап алып, үстінен тұзды сеуіп, тәрелкемен бетін жауып, үстінен ауырлау зат қойып қоямыз. Сонда баклажанымыздың суы шығатын болады. Келесі кезекте кабачкиді да дәл тура баклажан секілді бірнеше тіліктерге осылай видеодағыдай турап шығу қажет. Кабачкимізді да турап алып, дәл баклажан секілді үстінен тарелкамен жауып, ауыр зат қойып, 15-20 минут уақытқа қалдырамыз. Келесі кезекте қызанақтарымызды осылай турап шығамыз. Бірнеше тіліктерге біркелкі етіп турап шығу қажет. Және де келесі кезекте біз соусымызды дайындайтын боламыз, яғни бізге ол үшін тек қана майонез және де чеснок қажет болады. Чеснокты тазартып алған соң, бірнеше түйірін осылай үккіштен немесе майда ұсақ етіп турап қоссаңыздар да болады. Сарымсағымызды турап болған соң, үстіне майонезімізді сеуіп, жақсылап араластырамыз. Қалауларыңызға қарай қара бұрыш немесе қызыл бұрыш қоссаңыздар да болады. Барлығын дайындап болған соң, жұмыртқаны осылай бос құрғақ ыдысқа жарып аламыз. 2 немесе 3 дана қолдансаңыздар жетеді. Үстінен кішкене ғана мөлшерде тұз сеуіп, жақсылап біркелкі болғанға дейін араластыру қажет. Біздің кабачкиміз бен баклажанымыздың суы әбден шыққан соң, осылай құрғақ ыдысқа бөлек салып аламыз. Жұмыртқаға баклажанды екі бетін кезек-кезек аударып алып, қызып тұрған майға осылай салып, екі бетін жақсылап қызартып қуырып шығу қажет. Қуырылуы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай жақсылап екі жағында қуырып, баклажандарымызды тарелкаға салып бөлек қойып қоямыз. Және баклажаннан кейін кабачкимізді да тура осылай жұмыртқаға батырып, қызып тұрған майға салып қуырып алу қажет. Кабачкиді осылай бірнеше мәрте аударып, екі жағын жақсылап қызартып қуырамыз. Оны да қуырып алған соң тарелкаға салып, сәл суығанын күтеміз. Кабачки және баклажанымыз суығаннан кейін олардың үстінен дайындап қойған соусымызды жағып шығатын боламыз. Баклажанға осылай соусты жағып, одан соң қызанағымызды қойып, тағы да соусты жағып шыққан соң баклажанды қоямыз. Осылай бізде бірнеше қабатты тещин языктар дайын болады. Барлығын дәл осы ретпен жасап шығу қажет. Баклажаннан кейін кабачкиді да дәл осылай жасаймыз. Егер де қызанақтарыңыз үлкен көлемде болса, ортасынан бөліп қолдансаңыздар болады. Осымен менің тещин языктарым дайын. Тек қана баклажаны емес, сонымен қатар кабачкиден дайындасаңыздар да өте дәмді болып шығады. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналдан әртүрлі рецепттерді таба аласыздар. Назарларыңызға рахмет, астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.